Давай. Кадр 1, дубль 1, Өскеменге баратын жол. Бірінші влог, біздің бірінші алғашқы влог. Не дейсің? Турнеға баратырмыз. Не ойлар? Не сезесің? Бірінші бәрімізге жол болсын деп тілеймін. Қандай есім барып қайтайық. Иә. Бәріміз сәттілік. Дайындықтар қалай? Дайындық. Болады, өзгеріп кетті жаңа мен кесе баштан. Қойш? Дайындаламыз ғой. Все, жақсы сәттілік. Не трош? Не трош? 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 Не трош? Не дейсің бұл торға? Сәттілік бізге. Иә. Болды. Дене тобы. Әзірге 3 жігіт, 1 жігіт қайда? Бір жігіт, бір хромосомы жігіт. Екеуі неақта. Бір хромосомды жігіт? Бір хромосомды жігіт. Так, кім бар? Міне, Дәулет. Пен беді? Иә, пен. Все, танысқаныма қуаныштымын, пен. Менде. Не, турға дайындықтар қалай? Ішкі сезімдер қалай? Турға дайындық қызу түрде өтіп жатыр. Ішкі сезім құбылмалы және күрделі деймін. Сол, жалпы. Бәріміздің не тілейсің? Топта жаңа сезімдер қалай? Бірге дайындалып? Білмеймін. Қорқып жатырмын. Қолап жүрсің ба? Иә. Давай, сәттілік. Қолап жүрма. Чё там? Дайынсың ба? Дайын. Астында жатқан қалай екен? Астында жатқан жақсы екен. Сәттілік деймін. Қорқып жатырмын. Бізге проект керек пе? Қанша 30 сағат жүреміз. Ұйықтау керек. Да? Жөнінде отырмайды. Нормально үйреніп кетесің. Ішің ауырып отыр ма? Жоқ, білмеймін. Әлем қайда жатыр? Чё там? Чё там? Мұхит мырза, қалай көңіл күйіңіз? Көңіл күйі ма? Нормально. Просто неде зарядка бар ма? Таппай отырмын десең. Жоқ қой зарядка. Жоқ, бар дедім. Бар деген жоқ екен. Зарядка. Портативный зарядка бар. Настроение нормально ма не? Настроение күшті нәрсе. Күшті ма? Я бірінші рет барады толқу. Да, толқуасың ба? Ертең уже сахнаға жайлап шықпас дейсіңдер. Атпіске өлеңдермен. Шаяқ ертең классқа балалар. Алдын айтыңыз, шаямыз ертең. Шаямыз ертең. Бірақ нормально. Шаямыз ертең. Текстін жаттадың ба? Жоқ. Өзімен бірге пико алып алдым, наушник, зарядка, кітап оқып барамын. Барғанша Булгаковтың кітабын «Мастер Маргаританы» оқып бітірем деген ойдамын, алмады енді. Сол. Артынан бір төрт бар. Тәрбиеші шығып келеді. Кіріп қалғанда мен қарап тұрған істейді. Бұнан деген балалар екен ғой. Қырық қасы. Өзіміздің жігіттер екен сатына көтеріп жүргендер ғой. Сін алып тастаған просто. Бәрі жақсы, дайын күшті, біздің балаларда. Бәрі ұйықтап, дірілдеп келеді. Солайда ертең сіздерді барып, сол дірілмен барып, сіздерді дірілдетіп тастайды деген ой бар. Ол ауылдан көтерілген. Ол осылай берген. Кейін қара берге қатысты да мына баламен фит жазып қайда. Олар кипоп. Бірінші ортасын шығамыз, мен айтамын. Мынау D, мынау N дейміз да. Бірінші қол қойасың бірінші. Мынау D. Точнее, біреу қояды. Мынау D дейді. Мынау N дейді. Мынау A дейді. Сол үші, төртіміз. Мен қол қойым да. D, hey. Шыныз! Нормально ғой?
Tanımadın mı? Жоқ просто айтып тұрмын мынау G, мынау A, мынау A. Жо не мағына береді ол DNA дейтін? DNA деген ол ДНК деген мағынаны білдіреді. Яғни біз қазақ халқының жалпы адамдардың яғни біз қазақ болғаннан кейін біріншіден біз қазақ болғаннан кейін қазақтың ДНК-сын кей-поптың ДНК-сын тасымалдаушылармыз. Bağday, sensiz politik, işi yapmay. Ümitim sürükip, boylar kirliyi kolundan beni sen kıvılgan, Kaltamдағы соңғы 100 теңгеден жүзімді көргенде қазынамды қазып алдым мен өзімнен. Нормально? Сен еще аншық тұрсың ғой, мен мына жақта тұрамын ғой. Сахна мына жақта. Дұрыс па? Сахна мына жақта жүрсің. Сахна мына жақта жүрсің. Осы жерде. Я Рэй екеуін. Я Рейне қасында тұрмын. Мен мына жерде бәрі бүйтіп тұрып не істеймін ғой, мен сразу бүйтіп ойлаймын. Маған өтсін шықса деп. Сен де нормально тұр. Сен просто маған иде сен сәтешен жерде тұрып кеттің ерде. Мынау Ди. Мен Ди деймін. Сен N дейсің, A дейсің. Қол қоясың да чыл ғой. Мынау Ди. Айтсайын мынау Ди. Сен нохитсың. Мынау Ди. Мынау N. Мынау N. Ди. Ди. Мынау A. Ди. Таппасан. Тиісті Мынау Ди деп айтсаң, или просто Ди. Резко выгнал. Ди. 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 Я подтратишься. Ди. 2 hours later. Тосын. Ладно. Сөйтсеш? Автобус берген қалай екен? Күшті маған ұнады. Да? Я алдым негізі. Смазливый. Тағы дұрысымен жазып қойсам не? Рахмет Аида. Аида, сәлем. Толқу бар кішкене, толқу бар. Сахнаға шықпағалы. Осындай сахналарға шықпағалы біраз болды. Оның үстіне бірінші рет тура шығып тұрмыз, сол себепті толқу бар. Бірақ сахнаға шыққаннан кейін ренжіспедеміз. Өзіміздің толқынға тартып аламыз деген ойдамыз, сол себепті бәрі дұрыс болады.
Thank you.